Мерекелік дастарханға арналған селедка под шубой салатын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен картопымызды пісіріп, аршып, ірі күштен өткізіп аламыз. Сәбізімізді дәл солай пісіріп, аршып, ірі күштен өткіземіз. Қызылшамызды пісіріп, ірі күштен өткізіп дайындап аламыз. 2 жұмыртқамызды асып пісіріп, ұсақ күштен өткіземіз. Бір селедкамызды тазалап сақтап турап, оған бір бас пиязды сақтап турап қосып, 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Мен қызыл пияз пайдаландым. Салатымызды осындай 4-1 формада жинайтын боламыз. Ең алдымен картошкамызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Үстінен майонез жағамыз. Селедкамыз бен пиязымызды салып, тегістеп жайып шығамыз. Оның үстінен сәбізімізді салып жайып шығамыз. Майонез жағамыз. Жұмыртқамызды салып, бір тегістеп жайып шығамыз. Және де майонез жағып шығамыз. Ең соңынан қызылшамызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Тегістеп жайып алған соң, формамызды алып тастап, майонезбен осындай әдемілеп өрнек жасаймыз. Негіз өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, фантазияларыңызға қарай әдемілеп әсемдесеңіздер болады. Мен осылай нүкте қойып шықтым. Өте оңай және тез дайындалатын салат. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын!